Жаныма маза таптырмаған жан сырымды сіздермен бөліссем деп едім. Қайғыны бөліссең азаяды дейді ғой. Бәлкім жеңілдеп қалармын. Әкем ерте қайтыс болған. Анам 3 баласын жетілдірем деп таңның атысы, күннің батысы аянбай еңбек етті. Анама қолғабыс ету үшін менде бір жағына шығысып, інілеріме қарап, қолымнан келгенше ерте еңбектің дәмін тартып есейдім. Кей балалар сияқты азаннан қара кешке дейін доптың артынан қуалап, ойын ойнап жүргем жоқ. Тек анамның көңіліне қаяу түспесін деп барынша болысуға тырыстым. Өзімнен кейінгі 2 інімді соңынан ертіп, егістік басында күнге күйіп, беліміз қайысып жүріп тер төктік. Анам жастай жесір қалғандықтан ба, әлде бар ауыртпалық өзіне түскеннен кейін де қатарластарынан әлдеқайда ересек көрінетін. Ақ басқан шаштарын орамал арасына жасырып, көңіліне түскен көлеңкені бізге байқатпау үшін барын салатын еді. Кей түндері анамның өксіп жылап жатқанынан оянып кетуші едім. Не деп жұбатарымды білмей, амалым құритын. Өмір бізді ерте есейтті. Бала болып еркелеу, шолжаңдау деген бізде болған жоқ. Тіпті ойыншықты қолға ұстап, ойнап та көрмеппіз ау. Мектеп бітірген соң анам жоғарғы білім алғанымды қалайтынын айтты. Бар зейінім сабақта, алғыр оқушы едім. Бағым жанып оқуға түсіп кеттім. Егер түсе алмағанымда ақысын төлеп оқытуға анамның жағдайы да жоқ еді. Содан бар ықыласым оқуда, ара-арасында жұмыс істеп нәпақа тауып жүрдім. Шәкіртақымды есеппен жұмсап, тапқанымды қосып ауылға анама жіберіп тұрдым. Бұл кезде анамның да денсаулығы сыр берген. Біздерді жетілдірем деп барын салып жұмыс істегеннің салдары жиі күркілдеп жатып қалатын еді. Бұл кезде інілерім де қолғанат болуға жарап қалған еді. Менің жіберген аз-мәз қаражатымды бәріне жеткізіп жүретін. Күндіз оқудан шыға алмаймын, түнде жұмыс істеймін. Кей күндері сабақтың үстінде ұйықтап қалатынмын. Басы артық киімім де жоқ еді. Қолыма түскен қаражатты тек ауылға жіберуді ғана ойлап тұратынмын. Жақын араласатын досым бар еді. Көрші елден товар әкеліп үстіне баға қосып сатайық деп ақыл қосты. Айналымға ақшаны досым шығарды. Екеулеп жүріп сауда жасауға кірістік. Сабақтан қалған күндері оқытушыларымызбен келісіп, ауыз бастырғаны жасайтынбыз. Дегенде ақшаны ақша табады дегендей ісіміз ілгерілеп жүре берді. Маусымына қарай қыста шұлық, жазда жеңіл киімдер әкеліп сатып жүрдік. Досым қолы қаттылау, Шығайбайдың нақ өзі. Қатты жерге қақ тұрар, қатты ерге бақ тұрар дегенді рас білем. Әр тиынын ойланып жұмсайтын. Досым ысырапты ұнатпайтын. Мен де басы артық ақша пайда болса, жұмсамай тек жинауды білемін. Екеуміз қосып, біраз қаражаттың басын жинадық. Ақылдаса келе ортадан шығарып базардан бутик сатып алдық. Енді расында ақшаның үстіне ақша қосылып біраз қоңданып қалдық. Оқуымды да, саудамды да қатар алып жүріп, әйтеуір дипломымды да қолыма алдым. Менің тырбанып қандай жұмыстан болса да қашпайтынымды білетін достарымның бірі мұнайлы компанияда жақсы жалақылы жұмыс бар екенін құлақ қағыс еткен. Достарымнан бағымды ашқан негізі сол досымның арқасында жұмысты болдым. Бұл кезде інілерім де қол қанат болып қалған. Менен кейінгісі орта мектепті тәмамдауға таяп қалған. Өзінің оқуға ықыласы да жоқ еді. Обал болмасын деп оқуға түсесің бе деп сұрадым. Басын шайқады. Сүйреп салған тазы аң алмайды деуші еді ғой. Оқуға ықыласы жоқ болса, басын қатырып қайтем деп баяғы досымның ортақ бизнесіне інімді қостым. Інім менен өткен пысық болып шықты. Сауданы бірден дөңгелетіп әкетті. Менің айлығым бар, інімнің тапқан табысы бар. Екеуін қосып ауылдағы үйді сатып, анам мен інімді қалаға көшіріп алдық. Кішігірім 2 бөлмелі үй біз үшін хан сарайынан кем емес еді. Біз үшін денсаулығын құртып, өсіп жетілдіріп қатарға қосам деген анамның қолын жылы суға малып қойдық. Ақша жұмыс деп шапқылап жүргенде жасым 30-ға да тақап қалыпты.
Анам, балам бас құрасайшы, бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп құлақты қажайтынды шығарды. Оқып жүргенімде қызбен де қыдырып көңіл көтеру деген болмапты ғой менде. Тек анам, бауырларым қиналмасын деп тапқанымды соларға тасыппын ғой. Айналама байыппен қарай бастадым. Сөйтіп жүргенде Жанар есімді қызбен таныстым. Биязы, момындау көрінген. Бір-бірімізді әбден танып білдік-ау деген кезде бас құрадық. Отбасылық өміріміз тәп-тәуір басталды. Бастысы Жанардың анамның көңілін тапқаны еді. Тамағын істеп, шүйіркелесіп жүгіріп жүрген келінді енесі неге ұнатпасын. Бұл кезде жағдайымыз жақсарып, орта дәулеттілердің қатарына қосылғанбыз. Келіншегіме не қаласа соны әперемін. Не ішем, не кием демейді. Жаңадан шыққан сәнді көйлек, болғын ішік соның үстінде, көлікте әперіп қойғам. Үйдің шаруасын тындырып болған соң, құрбыларыма барып келемін дейтіні жиілеп кетті. Сән салондарынан шықпайтын болды. Қаладағы қымбат фитнес-клубтың картасын әпергем. Істейтін бар шаруасы осы. Анамның көңілін тауып отырған соң, артық қылықтарына да кешіріммен қараймын. Аузынан шыққан әр сөзі мен үшін заң. Сол заматтық орындалатын. Өзім әбден қиналып, тауқымет тартып өскен соң, тым болмаса ол қиналмасын деп тарынбаймын. Інілерімнен де, әйелімнен де ештеңе аямаймын. Өмір осылай жалғаса берсе, өкінішім болмас еді. Алайда, бір күні әйелім екеуміз базарға бардық. Белгілі ғой, базарға кірген әйел 2-3 сағатсыз шықпайды. Ұялы телефоны көлікте қалып кетіпті. Бір уақытта хабарлама келді. Біреудің затын ақтару әдетім жоқ еді. Бұл жолы не қара басқанын білмеймін. Алып ақтардым. Хат құрбысынан келіпті. Күйеуің расында нағыз ақымақ екен деп жазыпты. Ішім қылп ете қалды. Дереу жіберілген хабарламаларды ақтарып көріп дым таппадым. Жақын арадағы ұялы телефон жөндейтін дүңгіршікке бардым. Жойылған хабарламаларды шығарып бере алатынын сұрадым. Шебер жігіт иығын қиқаңдатып еді, жүздік көк қағазды алдына тастап едім, көзі жайнап кетті. Тек бір ғана хабарламаны тауып бере алды. Онда біздің лох ештеңе білмейді деп жазылыпты. Енді басым қатты. Жанар мені қалай ақмақ қылып жүр деген сауал жаныма жай таптырар емес. Жақын араласатын Самал атты құрбысы ғой хабарламаны жіберген. Енді соны торға түсіру керек. Қалайда ақымақ болып жүргенімді шешуім керек. Апта бойы мазам кетті. Ұйқым да шала. Ақыры Самалға хабарласып, кездесуге шақырдым. Басында олай-бұлай бұлтаңдап, мені жолатпай қойды. Менікі де адамдық емес шығар, бірақ бұл жолы да ақшамен шешуге тура келді. Біраз көк қағазды алдына тастағанымда Самал сайрап қоя берді. Адал деп алған әйелім харам болып шықты. Маған дейін де талайлармен ойнап жүріс жасаған екен. Қаланың жарты жігітімен жатып шыққан екен. Мен аң-таң болып, неге түні таза болып шығып еді ғой? Самал маған мынау расында нағыз ақымақ екен ғой дегендей көзі шарасынан шыға аңтарыла қарады. Той болатын күнге дейін пәктікті салдырып алған доғдырларға деп, соны да білмейсің бе миғұла дегендей маған тесірейе қарады. Аяғымның астындағы қара жер қағайырылып бара жатқандай теңселіп кеттім. Ішім алай-дүлей лоқсып жіберуге шақ қалдым. Үйге қалай келгенімді білмеймін. Күні-түні ұйықтамай жұмыс істеп, адалдап тапқан ақшамды арамдап жүрген харамды пышақтап тастауға шақ тұрмын. Жанарға аман тұрғаныңда көзіңді жоғалт дедім. Құрбысы екеуі жұлысса да, ұрысса да өз шаруалары. Анама обал болды. Ештеңеге түсінбей аңтарылып қалыпты. Осылайша ақмақ болғаныма күйініп кеттім. Егер Жанар 1 минут аялдаса, буындырып өлтіруден тайнар емес деймін. Өзімді өзім әрең бастым. Жан қиналысымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Адал деп алғаным осылайша харам болып шықты. Талайларды қан жылатқан мұндай медицинасы құрысын дедім.
Ақша үшін арды да салып беретін сол доғдырлардың да үміті бар ма екен өзі? Уақыт емші, бүгінде қайғы мұңым сейілгендей, бірақ жан жарам әлі жазылған жоқ. Бәлкім біліп қалғаным да дұрыс болған шығар.